Шымкент тұрғыны жарты жылдың ішінде 178 рет жол ережесін бұзған. Оған салынған айыппұл сомасы 4,5 миллион теңге. Шымқалада жүгенсіз жүргізушілердің көп екенін ішкі істер министрі де айтты. Алайда жергілікті полицейлер жол апаттары азайып келеді деп отыр. Өңірдегі тілшіміз Ғани Қалмаханұлы толықтырады. Шымкентке беттеген жолаушылар автобусының алдынан күн ұясына батар кезде Ауди көлігі жүйткіп шыққан. Екеуі бетпе-бет соғысып, автобус жол жиегіне аударылып қалды. Салдарынан автобус ішінде болған 30 жолаушының 4-еуі жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Ал жеңіл автокөліктің жүргізушісі мен оның ішіндегі 2 жолаушы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Оқиға кеше кешкісін болған. Мұндай жол апаты әсіресе Шымкентте жиілеп кетті. Соңғы 3 айдың өзінде мегаполисте 9 адам қаза болған. Ішкі істер министрі келтірген дәйекке сүйенсек, еліміздегі жол ережесін бұзу оқиғасының 3-тен бірі Шымкентте тіркеледі. Жүргізушілер жол қозғалысы ережелерін елемейді, бағынбайды. Мамандар бұған автокөлік жүргізушілерін оқыту және оларға куәлік беру кезіндегі таныстық пен сыбайластық себеп дейді. Жүргізуші куәлігін біреудің көмегімен немесе бір таныс арқылы алып жатады. Сол себепті жүргізушілер өзінің құқықтарын білмейді, жол белгілерін білмейді, бағынғысы келеді, бірақ түсінбейді. Сол себепті осындай жол оқиғалары болып жатыр. Ал полиция департаменті керісінше жол апаттарының бұрынғыдан азайғанын айтады. Қала көшелеріндегі жол қозғалысын қадағалау үшін былтыр 1700-дей бейнебақылау камерасы орнатылды. Орнатылған бейнебақылаудың нәтижесінде қала көлемінде 3 айда жол көлік оқиғасы 70-тен 56-ға, оның салдарынан қаза болғандар 11-ден 9-ға, жарақат алғандардың саны 84-тен 79-ға төмендеп отыр. Бірақ камераны көзгелмейтін, қондырғыдан қаймықпайтындар Шымкентте әлі де бар. Мәселен, бейнебақылау құралы арқылы Павлодар облысына тіркелген Renault Duster көлігінің жарты жылдың ішінде 178 рет тәртіп бұзғаны анықталды. Айыппұлдың көлемі 4,5 миллион теңге. Көлік мінгендердің кейбірі жылдамдық асырып, жолға таласамын деп соқтығысып қалып жатқанда бүгін Шымкентте ГАЗ-53 көлігі шалқасынан түсті. Көпірдің үстінде келе жатқан ауыр техника тоқтай алмай төмендегі 4 жеңіл көлікті жаншып тастады. Говорит, тормоза отказали. Бір тәуірі мыжылған машиналардың ішінде адам болмаған. ГАЗ-53 көлігінің жүргізушісі ешқандай жарақат алмапты. Болжам бойынша ауыр техниканың тежегіші істемей қалған. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.